Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге небәрі 30 минутта дайындалатын клегей соусындағы саңырауқұлақ пен тауық еті қосылған дәмі тіл үйіретін итальяндық паста рецептін ұсынамын. Бұл тағам сөзсіз сіздің көңіліңізден шықпақ. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен алдын ала жуылған тауық филесін орташа бөліктерге турап аламыз. Менде мында 2 тауық филесі, жалпы салмағы 550 грамм шықты. Тым үлкендерін мінеке осылайша 2-ге бөлсеңіздер болады. Келесі кезекте кішігірім 3-4 тілім сарымсақты өте майда етіп турау керек. Сонымен қатар бір орташа қызыл немесе ақ пиязды да өте майда 4 бұрыш етіп турап аламыз. Енді 350 грамм шампиньон саңырауқұлақтарын мінеке осылайша сыртқы қабығынан тазартамыз. Тазаланған саңырауқұлақты 2-ге бөліп, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай етіп тураймыз. Ал қазір қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, сары май саламыз. Және туралған тауық етін салып, оны қатты отта қуырып бастаймыз. Тауық еті кішкене ағара бастаған кезде дәміне қарай тұз бен қара бұрыш қосып, араластырып, ары қарай сырты қызарып, яғни золотистая корочка болғанға дейін қуыруды жалғастырамыз. Мінеке достар, ет осылай қызарды, енді оны бөлек ыдысқа салып аламыз. Келесі кезекте осы табаға туралған пияз салып, ол жұмсарғанша шамамен 2 минуттай қуырамыз. 2 минуттан кейін табаның ортасын мінеке осылай ашып, шампиньондарды салып, оларды жақсылап араластырып, қатты отта қуыруды жалғастырамыз. Мен саңырауқұлақтарды шамамен 5-6 минуттай қуырдым. Олардың көлемі мінеке осылайша кішірейіп, піскені белгілі болады. Енді ортаны ашып, майдаланған сарымсақты салып, тағы 1 минуттай қуырамыз. 1 минуттан кейін барлығын жақсылап араластырып аламыз. Соңында 10% клегей құйып, барлығын тағы бір араластырып алып, қақпағын жауып, орташа оттан сәл төменгі отта клегей қоюланғанша шамамен 15-20 минуттай қайнатамыз. Мінеке достар, клегей соусы дайын. Қазір дәміне қарай тұз бен кішкене ғана мускатный орех қосып араластырып аламын. Және жаңағы қуырылған тауықты салып, тағы бір араластырып аламын. Соңында піскен макарон салып, барлығын жақсылап араластырамын. Макарон орнына кез келген лапша қоссаңыздар да болады. Мінеке достар, итальяндық паста дайын. Иісі деген керемет, мұрынды жарып бара жатыр. Өте оңай және тез-ақ дайындалатын өте тойымды керемет тағам. Достар, пастаны тарелкаға салғаннан кейін үстінен майда күштен өткізілген ірімшік салсаңыздар, дәмі одан әрі әдемі болмақ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл тағам сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, рецепт сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.